Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай қазақша бесігімізді жасалу жолын көрсететін боламын. Мен бұны кеше жасадым қызға, енді мен бұны ұлға көк бесікті жасайтын боламыз бүгін. Қазір мен бұны қалай жасалуын көрсететін боламын. Алдын ала мен көк тестаны қатты жұқа қылмай жайып алдым. Мінекей, бұны біз енді бірден жасай алмаймыз. Бір күнге осылай тиіспей қатырып қоямыз. Бұл бізде бір күн тұру керек. Бұны пенопластымызға салып, бір күн қатырып қоямыз. Бір күннен кейін бұл дәл осылай қататын болады. Міне бізде дайын түрі бір күннен кейін осылай қатып, дайын болып өзінің формасын ұстап тұратын болады. Енді біз бұған астына ақ тестаны да қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Бұл бізде бесіктің іші, сәбидің жататын орны. Бұның астына біз міндетті түрде пенопласты қоямыз. Өйткені бесігіміздің асты ашық болу керек. Үстіне көк тестаны жұқалап жайып алдым. Одеялын төсегін жасайтын боламыз. Мен осындай асханадағы пайдаланатын тазалағышты пайдаланамын. Төсегіміз әдемі көріну үшін. Ішіне баланы жатқызамыз, мінекей. Ал екі шетіне осылай жасаймыз. Бірінші балаға памперсін жасап аламыз.
мына енді бұны бесігіміздің ішіне баланы жатқызамыз. Енді екі шетіне міндетті түрде клейімізді жағамыз. Осылай тұру керек. Бұл бізде осы екі қабырғасын ұстап тұру үшін бізге міндетті түрде шпажкамыз керек болады. Біз шпажканы осылай өлшеп керегі жерін кесіп алатын боламыз. Мінекей. Енді бұл шпажкаға біз мастиканы осылай әдемілеп салатын боламыз. Бұл үшін әртүрлі мастиканы осылай домалақтап сарыны да қоссаңыз болады. Мұны қызылды да қоссаңыз болады. Әртүрлі етіп, әдемі көріну үшін. Көктен де қоссақ болады. Енді бұны біздің жаңағы шпажкаға осылай салып шығамыз. Осылай. Енді бұны біз мына жерге салатын боламыз. Екі шетіне міндетті түрде клейімізді жағып аламыз. Әрі түзулеп осылай жабыстырамыз. Мінекей. Біздің бесігіміз айтарлықтай дайын. Тағы да біз көктестаны алып, мынандай одеял жасайтын боламыз. Одеялымызды кесіп шығарамыз. Осылай. Мына біздің бесігіміз дайын.
өлшеп артық жерін кесіп алып тастаймыз. Клей жағамыз. Ана. Біздің бесігіміз дайын. Енді мына жерге гүл әдемілігі үшін не болмаса звездочкаларды, жұлдызшаларды жабыстырып шықсақ болады. Оның үшін ақ тестаны алдын ала жайып алдым. Әрі осындай жұлдыз штамповкасын алып әдемілеп шықсақ болады. Міне, біздің бесігіміз дайын. Бұны көбіне қырқынан шығарғанда, не болмаса жаңа сәбиді шығарғанда выпускаға арналған торттардың үстіне қойса болады. Мен осы жасаған қазақша бесігім, қазақша тойларға арналған осы менің жасаған дүниелерім ұнаған болса, маған комментарий қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.